Көптеген ғасырлар бойы адамдар Марста тіршілік болуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеумен болды. Ең біріншіден, Марс жерге қатты ұқсайтын еді. Екіншіден, ол да күн жүйесінің өмір сүруге жарамды белдеуінің аумағында орналасқан, яғни тіршілік әбден болуы мүмкін. Дәл осы екі себеп Марста әйтеуір бір бұрында болсын тіршілік әбден болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Тіпті қазір де болуы мүмкін. Өте ерте заманда Марс қандай күйде болды? Осы сұрақты түрлі ғалымдар және Curiosity марсоходы көп жылдардан бері зерттеп келеді. Curiosity марсоходы Марста су болғанын, тіпті жер планетасы осындай әсем бейнеге келмей тұрып, Марс тіптен қызыл болмаған, қайта мұхиты бар жасыл планета болған болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Тіптен жерде тіршілік орнамай тұрып, Марста тіршілік болуы мүмкін. Тіршілік деп нені айтып жатырмыз? Адамдар сияқты саналы компьютер ғасырында өмір сүретін тіршілік емес болуы мүмкін, бірақ тіршілік болғаны әбден сөзсіз. Болашақта қарастырылып жатқан терраформациядан кейін де тіршілік қайта орналуы мүмкін. Бұл видео Марс туралы тарихы, бүгін мен болашағын қарастыра отырып, тіршілік болған ба, бар ма, әлде болуы мүмкін бе екендігін талқылайтын боламыз. Ең алғашқы Марста тіршілік болуы мүмкін деген деректер 17-ші ғасырларда пайда бола бастады. Ол кездері ғалымдар Марстың үстіндегі және астындағы полярлық мұздықтарды көріп, осындай шешімге келген болатын. Бұл екі полярлық мұздықтар жердегі Антарктида мен Арктиканың мұздықтарына қатты ұқсайды. 18-ші ғасырда Уильям Гершель Марста жыл мерзімдері орналатынын дәлелдейді. Ал 19-ші ғасырларда ғалымдар Марстың күнді айналу уақыты дәл жердікіне ұқсас, тіпті бір тәуліктегі сағаты да жердікімен бірдей екендігін көрсетеді. Қарап отырсаңыз, шынымен де тіршілік әбден болған болуы мүмкін екен деп айтуға болады. Мына нәрселерге қарап отырып. Алғашқылардың бірі болып Этьен Леопольд Трувело 1884 жылы Марстағы дақтардың уақыт өте өзгеруін негізге ала отырып, ғылыми түрде Марста тіршілік бар екендігін дәлелдеп көргісі келді. Артынша Гавриил Тихов есімді кеңес астрономы байқалған мынадай көк түсті дақтарды негізге ала отырып, тіршіліктің белгісі болуы мүмкін деп айтқан болатын. Бұл Марстың тарихы. Ал дәл қазіргі кезде тіршілікті зерттеу үшін қандай жобалар қолға алынуда? 1965 жылы американдық Mariner 4 аппараты Марстың ең алғашқы фотоларын түсіріп алды. Фотодан ғалымдар ешқандай өзен, ешқандай су таппады. Демек, тіршілік білінбейді. Жалпы алғанда Mariner миссиялары Марсты зерттеуде өте үлкен жетістіктерге жетті. Маринердің 6-шы және 7-ші миссиялар Марстың құрамын зерттеді. Спектрометрлік өзгерістерден Марс атмосферасы 98% көмір қышқыл газынан тұратыны белгілі болды. Азот мүлде анықталмады. Планета аралық станция Марс қыртысының 20%-ын зерттеп, ешқандай тіршілікті анықтамады. Маринердің келесі миссиялары Mariner 9-да ешқандай тіршілік таппады. Ең үлкен жаңалық 2012 жылы орын алды. НАСАның Curiosity марсоходы Марс қыртысынан органикалық жасушаларды табады. Бұл өз кезегінде бұрынырақта Марста өмір сүруге қолайлы орта болғандығын дәлелдейді. 3,5 миллиард жыл бұрын. Curiosity'дің бұл табысы ғалымдар үшін үлкен жаңалық болатын. Сәл кейінірек 2014 жылы дәл осы марсоход атмосферадан метан жарқылын байқады. Марстағы жағдайда метан өте тез ыдырап кетеді. Егер метан атмосферадан табылса, демек бұны өндіретін көзі болуы керек. Бірақ Марста белсенді вулкан жоқ. Болмаса, метанды бактериялар өздері өндіруі мүмкін. Демек, бактериялар өмір сүреді. 2019 жылы маусымның соңына қарай Curiosity тағы да керемет жетістікке жетті. Атмосферадан 21 миллиардтан бір бөлігіндей метан тапты. Миллиардтан бір бөлігі дегеніміз атмосферадағы бүкіл газдың миллиардтан бір бөлігі. Кейінірек НАСА осы оқиғаға орай бұл өте керемет, өйткені жерде микроағзалар метан өндіретін маңызды көз болып табылады деп пікір келтіреді. Демек, шынымен де Марста микроағзалар тіршілік етеді. Бұл нені білдіреді? Тіршілік бар.
бірақ бұлай айтуға әлі ерте болуы мүмкін. Сондықтан болашақта 2022 жылы Еуропалық ғарыш агенттігі мен NASA бірлескен жоба Mars Sample Return Mission орын алады. Бұл миссияның негізгі мақсаты Марстан топырақты жерге жеткізіп, құрамынан тіршілікті анықтау болып отыр. Болашақта Марсты толығымен отарлау көзделініп отыр. Бұл тұрғыда бизнесмен, филантроп, инженер Илон Масктың жоспарлары бірден көзге түседі. Оның ойы бойынша адамзаттың бұндай қарқынды өсуі бір ғана планетада мекен етуге аздық етеді. Бізге тұруға болатын қосымша планета керек. Марс дәл сол планета. Марсты терраформациялау, яғни жер сияқты климатқа келтіру үшін Масктың ойынша жүздеген жылдар кетеді, және ол Марста бұрын атмосфера мен тіршілік болған деп айтатын ғалымдармен толықтай келіседі. Оны қайта сондай кезіне келтіруге болады деп айтады. Қазіргі кезде Марсқа адам апару үшін 10 миллиард доллар қаржы кетеді, ал Маск тіпті 10 миллион доллардың өзі қымбат деп отыр. Сол үшін БФР Big Falcon рокет жобасын жүзеге асыруда. Қайта қолданбалы бұл ракет арқылы Маск Марсқа 6 айда жетуді жоспарлап отыр. Ол үшін траектория нақты әрі дұрыс болуы керек. Кейінірек немесе оған дейін БФР айға да адам апаруды жоспарлап отыр. Бұл әрине Марсқа адам апарғаннан оңайырақ шаруа болатыны сөзсіз. Өйткені бұған дейін де айда адамдар болып қайтты. Сонымен Марста бұрынырақ атмосфера және тіршілік болған болуы әбден мүмкін нәрсе. Қазірдің өзінде Марста бактериялар тіршілік етуде екені айтылады. Ал болашақта халықаралық ғарыш агенттіктерінің Марсқа қатысты жоспарлары ойдағыдай орын алатын болса, Марс 15-16 ғасырлардағы Америка сияқты отарланатын болады. Бірақ әзірше Марсқа жол апаратын Христофор Колумб кім болатыны белгісіз. Ал біз видеомызды соңына жеткіземіз. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыз. Арнада жаңадан болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Өйткені ғарышқа қатысты ең керемет жаңалықтарды бізден көре аласыз. Келесі видеоларда кездескенше.